Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біргелікте осындай әдемі өрнекпенен орамал тоқимыз. Бұл орамалды мен Ангелина Азимуктың YouTube арнасынан көрдім. Тоқылу жолы өте оңай, 2 қатардан тұрады. Жаңадан тоқып жатқан қыздар да оңай тоқып кете алады деп ойлаймын. Шәлібақ тұз тоқсаңыздар өте әдемі шығады. Ол үшін бізге ярнарттың осы етамен жібі қажет, моншақтар қажет. Мен моншақтарды осылай жіпке өткізіп аламын. Маған осылай ыңғайлы, және орамалды үнемі бірінші өлшемдегі осы ілмек бізбен тоқимын. Ілмек бізіңіздің өлшемі үлкейген сайын өрнектеріңізде үлкен болады. Осы орамалымның өрнекшілеу болу үшін мен бірінші өлшемдегі ілмек бізді алдым. Алғаш жібімізден осылай шеңбер жасайсыз. Шеңбердің ішінен жұмысшы жіпті шығарамыз да 4 бос шалма жасайсыз. 1, 2, 3, 4. Соң шеңбердің ішінен автор негізі 2 шалмалы бағаншамен тоқиды, көрсетейін. Осылай ілмек бізге 2 рет орап 2 шалмалы бағанша тоқиды. Мен олай тоқымаймын. Осылай тоқсам орамалым 2 шеті озып кетті, ортада өрнегі пәс болып қалды. Мен 1 шалмалы бағаншамен тоқимын. Қараңыз, оны осылай жасайсыз. Яғни ілмек бізімізде 3 ілмегіміз бар. Соның бірінші ілмегін жалғыз өзін тоқимыз. Соң 2 ілмекті тоқисыз, қалған 2 ілмекті тоқисыз. Ілмек бізімізге жібімізді ілдіреміз, жұмысшы жіпті шеңберден шығарасыз. Бірінші ілмекті жалғыз өзін, соң 2 ілмекті, қалған 2 ілмекті тоқимыз. 1 бос шалмаласыз. Тура осылай шеңбердің ішінен және 2 топтама тоқимыз. 2 бағаншадан кейін 1 бос шалмаласыз. 3 топтамамыз тоқыдық. Жібіміздің қысқа жерін тартамыз да ортадағы шұңқырымызды жабамыз. 1, 2, 3, 4. Әр қатарға келгенде 4 бос шалмаласыз. 2 бағаншадан кейінгі мына ұяшықтан алдыңғы қатарда тоқығандай 2 бағанша тоқисыз бір ұяшықтан. Және 1 бос шалма аламыз тура осы жерден, және 1 шалмалы бағаншадан және 2-ін тоқисыздар. 1, 2, 3, 4 бос шалма аламыз. 2 бағаншадан кейінгі ортадағы ұяшықтан тура осылай 4 бағанша тоқисыздар. Ал 2 бағанша тоқисыз, 2 бағаншадан кейін міндетті түрде 1 бос шалма аласыздар. Әр қатарға көтерілгенде бізге 4 бос шалма алып отырамыз ғой. Ол 4 бос шалма бізге орамалымыздың соңында жиегіне қайма немесе шашақ тоқу үшін қажет. Моншақ тоқсаңыздар да 4-ші бағаншамызды тоқыдық. 1, 2, 3, 4 бос шалма аламыз. Соң ортадағы үлкен ұяшықтан осы шалмасыз бағаншамен тоқисыздар. Осылай. 1, 2, 3, 4 бос шалма аласыздар да, және 4 бағанша тоқимыз. Көп орамал, шәлілер тоқылу жолы негізі осылай басталады. Осы жиегіндегі 4 бағанша және 4 бос шалма үнемі орамалымыздың соңына дейін қайталанып отырады. Сондықтан да қайта-қайта 4 бағанша тоқимыз деп айтып отырудың қажеті жоқ. 1, 2, 3, 4 бос шалма аламыз да, бірінші ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Және 1, 2, 3, 4 бос шалма аласыздар да, келесі ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқимыз. 1, 2, 3, 4.
Негізі схемасында 5 бос шалмадан алады. Мен 5 бос шалмадан алсам, орамалымның ортасында осы ұяшықтары, яғни тесік болып тұрады, сетка. Осылар үлкен болып кетті да, сондықтан да мен 4 бос шалмадан тоқыдым. Қаласаңыздар 5 бос шалмадан тоқысаңыздар да болады. Бірінші ұяшыққа енді шалмасыз бағаншамен біріктіреміз. Үнемі бірінші ұяшықты осылай тоқисыздар. Және ортадағы ұяшыққа өрнек тоқимыз. Ол үшін 1, 2, 3, 4 бос шалма аламыз. Ілмек бізімізге жіпті ілдіреміз да, ортадағы ұяшықтан жұмысшы жіпті осылай тартып шығарасыздар. 1, 2, 3, 4. Төртеуін бірге тоқисыз, қалған 2 ілмекті осылай бірге тоқисыз. Осы біздің өрнек. Енді моншақ саламыз. Ол үшін өрнегіміздің үстіңгі жағында міне бір ілмек бар. Осы ілмекке ілмек бізімізді осылай артқы жағынан осылай алдына қарап өткіземіз. Мына ілмектен ілмек бізімізді осылай алдыңғы жағына өткіземіз да, бір моншағымызды алып келеміз. Соң жұмысшы жіпті осылай іліп шығарасыздар да, бір тоқисыздар. 1, 2, 3, 4. Келесі ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Моншағымыз тура ортада тұрады. Ешқайда жан жаққа немесе артқа қарай моншағымыз өтіп кетпейді. 1, 2, 3, 4. Жиегінде 4 бағанша. Моншақты осылай салып көріңіздер. Басқаша тәсілдерге қарағанда осылай моншақ салған маған ұнайды. Себебі моншағымыз аккуратно өрнектің қақ ортасында қозғалмайды, әдемі тұрады. Енді осы қатарымызда, екінші қатарымыз ғой, бір қатарда өрнек салдық, екінші қатарында 4 бос шалма аламыз. 4 бағаншадан кейін бірінші ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқисыз. 1, 2, 3, 4. Келесі ұяшықтан да шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Осылай 4 бос шалма аласыздар да, әр ұяшықтан шалмасыз бағаншамен осылай тоқисыздар. Ортада ұяшық қалып қоймау қажет. Тоқылу жолы өте оңай. Бір қатарда өрнек салсақ, екінші қатарда осылай тек қана 4 бос шалма аласыздар да, ортадағы ұяшықтардан шалмасыз бағаншаменен біріктіріп тоқып шығасыздар. Енді осы қатарымызда өрнек саламыз. Алғаш 4 бос шалма алып, бірінші ұяшықта шалмасыз бағаншамен біріктіресіз. 1, 2, 3, 4 бос шалма аламыз да, келесі ұяшықтан өрнек тоқимыз. Ол үшін осылай 4 топтама жасайсыздар да, 4-еуін бірге тоқимыз. Енді моншақ саламыз. Ол үшін ілмек бізімізді осы өрнектің жоғарысындағы ілмектен өткізіп, артқы жағынан алдына қарай өткізесіздер, яғни. Сөйтесіз де моншақты алып келеміз. Жұмысшы жіпті іліп шығарасыздар да, бір тоқып аламыз осылай. 1, 2, 3, 4.
келесі ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқисыз. 4 бос шалма аламыз. Келесі ұяшықтан енді өрнек ол үшін жұмысшы жібімізді ұяшықтан тартып шығарасыздар да. 2, 3, 4. Енді 4 ілмекті бірге тоқимыз, соң қалған 2 ілмекті бірге тоқисыздар. Және өрнегіміздің үстіңгі жағындағы ілмектен ілмек бізімізді осылай алдына қарай өткіземіз да, моншағымызды әкелеміз. Соң жұмысшы жіпті шығарасыз, осылай тоқисыз. 1, 2, 3, 4. Шалмасыз бағаншамен тоқисыз. Міне, өте оңай. Өзі осы 2 қатардан тұрады. Бір қатарда өрнек саламыз, екінші қатарда өрнек салмай тек қана шалмасыз бағаншамен осылай тоқып ұяшықтар жасайсыздар. Міне, әр қатарға келгенде мына өрнегіміз көбейіп отырады. Бір-бірден қосылып отыратын болады. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Менің келесі видеомда осындай әдемі орамал тоқимыз. Тоқылу жолын жіберіп алмайын десеңіздер, міндетті түрде қоңыраушаны басып кетіңіздер. Енді шалмасыз бағаншамен біріктіресіз. 1, 2, 3, 4 бос шалма аласыз. Келесі ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Келесі ұяшықтан шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Жалпы бір қатарда өрнек салып, екінші қатарда өрнек салмай осылай тоқимыз ғой. Осылай тоқыған кезде арасындағы ұяшықтарымыз қалып қоймауы қажет. Міне, осыменен бүгінгі видеомыз аяқталды.